Сәлем достар, бүгін сіздерге шелпектің мінсіз рецептісін ұсынамын. Бұл рецептке ешқандай сүт, сода қосылмайды, суға иленеді. Сонда да дәмі өте дәмді, ауызда еритін жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, осындай мінсіз рецептіні сақтап алыңыз. Ең алдымен су қажет болады. Дәміне қарай тұз қосамыз. Тұзы ерігенше араластырып алып, 3-4 ас қасық өсімдік майын, яғни шемішке майын қосамыз. Одан кейін ұнымызды қажетінше қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Не осындай қамыр шықты. Енді тындыруға бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін қамырымызды тағы да қолдың көмегімен жақсылап илеп аламыз. Кішкентай 11 бөліктерге бөліп аламыз, яғни 11 шелпек шығады. Қолдың көмегімен осындай домалақшалар жасап аламыз. Оңай жайылу үшін 5 минутқа бетін жауып, тағы да тындырып қоямыз. 5 минут өтті. Енді шелпектерімізді жаюға кірісеміз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Алда әлі көптеген видео рецепттер болады. Міндетті түрде қоңыраушаны басып, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыз. Каналында қазірдің өзінде көптеген бауырсақтардың, ши бауырсақтардың, шелпектердің, пирогтардың, түрлі тәттілердің, тағамдардың рецептлері өте көп. Қарап шықсаңыз болады. Осындай жұп-жұп доп-домалақ етіп жайып аламыз. Барлығын тізіп осылай дайындап қоямыз. Майды қыздыруға қоямыз. Мен тоң май мен шемішке майды араластырып қыздырамын. Біртіндеп шелпектерді қызып тұрған майға осылай белканың көмегімен ортасына май жіберіп отырып, біркелкі етіп пісіріп аламыз. Қызартпайсыздар, қызартсаңыздар қытырлақ болып кетеді. Бұл шелпек қызыл емес, осындай ақ түсті болу керек. Ұзақ ұстамайсыздар отта. Жұқа болғандықтан тез піседі. Міне дайын болды. Енді қағаз салфеткамызды дайындап қойып, соған майын, шелпектердің майын сорғытып аламыз. Барлық шелпектерім пісті. Майын сорғытып алдым. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Жасап көрсеңіз, комментарийге бөлісе кетіңіз. Осындай үгітіліп тұратын жұмсақ дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін, лайк үшін, назарыңыз үшін мыңдаған алғыс айтамын. Рахмет сіздерге.